Қатыгез бай мен тасбақа адамды тәубасына келтіретін оқиғалар желісінен. Ертеректе бір бай кісі болған екен. Ол бай байыған сайын жаңа үйлер салады. Бірақ оған көңілі толмай, биік үйдің құрылысын бастайды. Іші пысқан әлгі бай құрылыс барысында бау-бақшадан келе жатқан бір тасбақаны ұстап алып, батпақпен бірге илеп, тірідей кірпіштің арасына қалап жібереді. Уақыт өте құрылыс аяқталып, зәулім үйіне кіреді. Көп ұзамай артынша аяқ астынан ауырып қалған әлгі бай қанша емделгенімен дертіне шипа таппай, аяғынан жүре алмай сандалып мүгедекке айналады. Ем қонбаған соң әлгі байды үйіне әкеледі. Күнделікті өмірі мүгедектер арбасында өтетіндіктен, оның көмекшілері арбаға салып, бау-бақшаға шығарып серуендетеді. Бірде бай бақшада демалып отырып, үйдің жоғарғы дуалына ұшып қонып жүрген бірнеше шымшықтарды көреді. Ол жерде ұя дейтіндей ұя жоқ еді. Таңырқап қалған мүгедек бай оның сырын білу үшін көмекшілерін шақырып, әлгі дуалға шығып қараса, кірпіш сылаған, басы сиятындай жарылған жерден қыстырылып қалған тасбақаны көреді. Әлгі шымшықтардың бірі су, бірі шөп, енді бірі жәндіктерді тұмсығымен тасып, әлгі қыстырылып қалған тасбақаға азық ретінде беріп жатыр екен. Бұны көрген мүгедек бай кезінде өз қолымен батпақпен қоса сылап жіберген тасбақа екені есіне түсіп, арада қанша жылдар өтсе де, тасбақаның осы күнге дейін өлмей, тірі қалғанына қайран қалады. Тез арада әлгі қыстырылып қалған тасбақаны босатып алып, бақшаға жібереді. Жаратушы Алла тағала адамнан табылмаған мейірім мен қамқорлықты жануар екеш шымшықтарға беріп, тасбақаның өмірін жалғастырады. Бұны көрген әлгі байдың мейірімділік сезімі оянып, Алладан кешірім сұрап, көзіне жас ала отырып қатты өкінеді. Себебі тасбақаның дуал ішінде тірі болған болмысы мүгедектен еш айырмашылығы жоқ еді. Алла да мейірімсіз әрі қатыгез байды тасбақа сияқты кеудесіне жаны болғанымен жүре алмайтын мүгедекке айналдырған еді. Әлгі бай тасбақаны еркіндікке шығарған күннен бастап ақырындап дертінен айыға бастайды. Күндер мен айлар өтіп, әлгі бай дертінен толық жазылып, аяғымен жүретін күнге де жетеді. Бұл да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мейірім етпегенге Алла да мейірім етпейді деген сөзіне дәлел бола алады.